Қараңыздар, біздерге көп қонақтар келіп отыр, иә? Ендеше барлығымыз амандасып алайық. Туған жерім менің, қазақ келген халқым менің, өнерімнің дәстүрін құрметтеймін әркіммен. Туған жердің мағынасы, ұлттық өзін намысы. Жарайсыңдар балалар, біз әрдайым қазақ болып, өзіміздің ұлттық дәстүрлерімізді, ұлттық бұйымдарымызды насихаттап жүреміз екен. Ендеше балалар, біздің бүгінгі іс-әрекетіміз ою-өрнекке байланысты болады екен, ұлттық құндылықтарға байланысты болады екен. Арттарында тұрған үстелде балалар әртүрлі суреттер тұр, соның ішінен бір суреттен таңдайсыңдар да, мына үстелде тұрған сурет бойынша орнымызды табамыз, жарай ма? Әдия, Ришат. Ришат, қандай сурет? Жақсы балалар, әрқайсымыз орнымыз тапқан екенбіз, Бірінші топ бізде домбырашылар тобы, екінші топ ою тобы, және үшінші топ бізде ою екен, Қандай ою? Құшқар мүйіз. Өте жақсы. Ал бұл оюларды біздер қайда кездестіреміз? Киімде, қажекейде, тағы? Кеседе, тағы? Тақияда, тағы? Ұлттық аяқ киімде, яғни киімде, ұлттық ыдыста, ұлттық бұйымда, ою-өрнекті кез келген қазақтың ұлттық заттарында кездестіруге болады екен. Қарапайым көрпе, көпше, текеметтерде біз ұлттық оюларды кездестіреміз екен, Қараңдар. Мына жерде әрқайсысына мен әртүрлі тапсырма беремін. Біреулерін оюлардың жартысын табасыңдар, ал біреулерін оюды көлеңкесіне қарай орналастырасыңдар. Көреміз, дұрыс істейсіңдер ме, дұрыс емес жасайсыңдар ма? Қазір соны анықтаймыз. Тарелкілерімді қастарына қойып алыңдар. Тарайсың? Тарелканы қасына қой. Жарайсың, Әмірға. Жарайсың, Мұқан. Тек әжия қалған екен. Қалғандарымыз оюларды дұрыс тапты. Жарайсыңдар. Мен сендердің алдарына әртүрлі суреттер тастадым. Бұл жерде ұлттық аспаптар бар, ұлттық киімдер бар, және ұлттық ойындар бар. Қазір сіздер үш түрлі тапсырма орындайсыңдар. Домбыра тобы, сендер ұлттық аспаптарды тақтаға орналастырасыңдар суреттердің ішінен тауып. Ою тобы, сендер ұлттық киімдерді тауып қоясыңдар. Ал тұмар тобы, сендер ұлттық ойындарды табасыңдар. Жарай ма? Қай топ тез бітіреді екен? Ал кетті. Ришат, тұрамыз. Болдық па? Ал енді қарай. Дұрыс таптық, Мынаяқта барлығы да ұлттық аспаптар. Дұрыс тапқан екенсіздер. Мынау қандай ұлттық аспап? Домбыра. Ал мынау қандай ұлттық аспап? Балдар қараңдаршы. Мынау қандай ұлттық аспап? Қобыз. Жақсы. Сендер ұлттық киімдерді тапқан екенсіңдер. Мынау қандай киім? Қажеки. Мынау ше? Тақия. Ал мынау? Шапан, Жақсы. Ал сендер ұлттық ойындарды таптыңдар, Мынау қандай ойын? Арқан тартыс. Ал мына жерде? Балдар не ойнап жатыр? Асық ойнап жатыр. Жақсы, жарайсыңдар. Сандықтың ішінде бірдеме шылдырайды, Ол бізде қазына бар
sandıkta әртүрлі керемет заттар екен. Қазір мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтарды дұрыс тапсаңдар, сандықтың ішіндегі зат шығады, жүре ме? Иә. Ал бірінші жұмбақ таңдандар. Өзі дөңгелек болады, басқа келеді, үстінде ою болады. Тақия. Тақия. Ал қарайық, тақия бар ма екен? Бар ма? Тақия екен, жақсы. Ал ұзын мойны бар, екі ішегі бар, тартқанда түрлі әуен шығады. Домбыра. Бізде домбыра. Дұрыс таптыңдар. Жақсы. Үйде жерге жайылады, үстінде оюлар болады, киізден жасалып жып-жылы болады. Жарайсың, Мариям. Текеме. Міне, киізден жасалатын әдемі текеметіміз бар екен, я? Ал келесін тыңдаймыз. Дөңгелек көшпелі үй, сыртында киіз, ішінде оқ пен кереге болады. Киіз үй, дұрыс айтасың. Киіз үй. Ал келесі, шай ішуге арналған ыдыс. Сыртында ою бар, я? Кесе. Міне, кесеміз бар екен. Ал келесін тыңдайықшы. Ағалар, аталар атқа мінгенде қолында ұстап жүреді. Ұзын өрілген шашығы. Я, ол бізде қамшы екен. Міне, біз сандықтың ішінде түрлі ұлттық қазыналарды дұрыс тауып айттық. Жарайсыңдар, балалар. Мынау қамшы. Мынау текеме. Ал мынау қоржын. Қазір біздер әуенмен қара жорға биін билеп жүреміз. Әуен тоқтаған кезде мен бір бұйымды атаймын. Қай бұйымды атаймын? Сол бұйымды алып отыра қалу керек, я? Кім жылдам болады бұл жерде? Ал қане кеттік билейміз. Биле. Қара жорға болмаса, біреудің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Сандық. Айдария бірінші тапты, жақсы. Алған екі жолдастар, біреу ұшып той бастар. Той дегенде дейлен, толайды қу басып. Текемет. Жарайсың, асылым. Кеттік әрі қарай. Алқалайық билендер, билеріңізді сүйіле. Басыңызда шаттанып, қара жорға қан парасын береге. Қара жорға болмаса, тойдың сәні келмеме. Қамшы. Ал, жарайсың әмір. Қамшыны алдын ау. Әрі қарай кеттік. Қара жорға ойнама, ой десе де қоймаңдар. Қош жүректің шаттығын, дәл солай тойлаңдар. Келлебет. Қоржын. Жарайсың, Решат, тапты. Барлығында дұрыс таптық. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Сендер ойланып, жұмыс жасайсыңдар. Жұмысымызды бастаймыз. Ал көрейік, кімнің қолынан не келеді екен? Әрі қарай жұмыс істе бер. Acabei. Nie outra coisa, outra. Acho que Papai.
жақсы. Домбыраны немен безендірдіңдер? Құммен безендірдіңдер. Жақсы, жарайсыңдар. Ал, екінші қою тобы тұра қойыңдар. Дауыстарын естімей жатырмын. Текемет жасадыңдар. Текеметке нелер жапсырдыңдар? Оюлар жапсырдыңдар ма? Я, мынау жасадыңдар. Тұмардың ортасына не жапсырдыңдар? Ою. Тұмардың шеттерін не істедіңдер? Тік, жарайсыңдар. Міне, барлығын тапсырманы дұрыс. Сол үшін сендерге ешқашан көз тимесіңдер. Мен сендерге мынандай тұмар сыйлағым келіп отыр.